Қожайынның ең ажайып үйлерінен бірін сатуға қойып жатырмыз достар. Мінекей көрің, рахатланың, әуес еткендер, ниет еткендер болса, азырден бір дана лайкты басып қоямыз. Үйімізге кіребеш жері толығымен ремонтланған, әмме жері міне осындай зор көріністе болады. Мейманханасы, кеңшілік, телевизионалары менен көріп тұрғандай балкон тәрепі де бар. Және үйімізде әмме заты менен тастап кетеді, еш зат алып кетілмейді. Киім-кешектер алып кетілмейді, қалған әмме заты қалады. Осы ажайып мебеллер, кілемлер, мінекей зор. Әуес еттім. Осындай үйлерде жасау әммемізге бұйырсын, несіп етсін деп қаламан. Бұл кейінгі бөлмесі. Сол көріп тұрған кондиционерлер, бәршесі қалады, телевизор. Мінекей бұл тәріпімізге қарасаңыз, үйіміздің қажетхана бөлмесі. Сондай көріністе болады. Базардың қасындағы таза домларда жайласқан, Панайып балалар бақшасының қасында. Тазалық бонумыз осындай супер көріністе болып тұрды. Үйіміздің бақасы 750 миллион сом. Келісеміз деген бақа айтылып жатыр. Бұл тәріпімізде үйіміздің ең жақсы ажайып бөлмелерден бірі бұл асхана бөлмесі. Мінекей бұлардың әммесі сіздікі болуы мүмкін. Оның үшін сіз экранымызда осы номерге байланысу арқылы толығырақ малыматтарды алып, сатып алудың имканиятына қолға кіртсеңіз болады достар. Осындай Авалоннан үлкен холодильникте қалдырылады. Ал алғанға, сатқанға берекетін берсін. Сондай үйлерді жасау әммеңізге бұйырсын, несіп етсін деп қаламан. Бұл Панайып балалар бақшасы. Міне осының қасындағы жолдың бойындағы 3 этажды домның 1-ші подъезд, 2-ші этажында жайласқан үй. Базардың түбінде подъездіңіздің алды осындай ажайып қылып істетіліп қойған. Мінекей камералар да бар, олар да қалдырылады. Жолдың бойында базарға 1 адамлық жол. Мінекей Қожелінің ең супер локацияларынан бірі.